Ақтау қаласындағы 33-ші шағын ауданда орналасқан нөмір 33-ші жалпы білім беретін мектеп, осы 34-ші шағын ауданда орналасқан нөмір 19-ші мектеп гимназиясы 3 ауысымда болған. Сол мектептің қазіргі уақытта 3 ауысымнан шығу мүмкіндіктеріне үлкен септігін тигізгендігі анық. Мектебімізде қазіргі сәтте 1100 оқушы білім алады. Соның ішінде 350 оқушы үйірмемен қамтылған. Бұл жерде оқушылардың білімге деген құштарлығын, өнерін арттыратын әртүрлі жағдайлар жасаған. Мектептің дизайны өте керемет. Өзінің интерьер жағынан мектептің ішіндегі цветогаммасы өте бір-біріне сәйкесінше әдемі болып тұр. Қыздарға арналған тігін кабинеті, тамақтану кабинеті, ұл балдарға арналған бүкіл станоктармен, механизмдермен, бүкіл техникалармен қамтылған кабинетіміз бар. Және де осы ең бір оқушыларға қажетті өте бір жақсы ұйымдастырылған кабинетіміз визуалды графикалық жобалау кабинеті болып табылады. 3-ші тоқсаннан бастап баламды осы жайлы мектепке ауыстырдым. Себебі жайлы мектепте үлкен мүмкіндіктер қарастырылған. Әр оқушыға өзіне шкафчиктер қарастырылған. Ол шкафчиктер қазіргі заманауи. Барлықтарына бір браслеттен арнайы жәшіктері бар. Кешке дейінгі уақытты мектепте өткізсе де сумкаларын, киімдерін бөлек сақтауға ыңғайлы. Мектебіміз заманауи құрал жабдықтармен толыққанды қамтамасыз етілген. Робототехника, STEM, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған сенсорлық оқу кабинеттері, логопедия, дефектология кабинеттерінің жабдықталуы, және де бұл балалардың көп қажет ететін дүниесінің біреуі бұл спорт алаңдары мен спорт залдарының көп болуы.